қыздығынан айырылып қалған ба деп ойладым деген. Не масқара? Енді мектепте жемқорлық жоқ қой. Оқушылардан уборкаға деп ақша жинау жемқорлық емес пе? Неге оқисың десең, білмеймін, бірдеңе кіре салармын. Біреуге пара береді, жаңағыдай біреудің грантын тартып ала салады. Адамның құқығын аяққа таптау. Сасымай жүру. Көшедегі анандай қолынан боқта келмейтін братандар тәрбиелеп жатыр. Біреуді бүйтіп шығартып, қызартып, оны позорын шығарып, егер туалетін сасып атса, демек ол жемқорлықтың иісі. Мен мектепті бітіріп біліппін. Психолог оқушымен сөйлейтін. Саламатсыздар, құрметті көрермен. Сөйлетілім алаңдама, тартынба, найзағайдай шындықты айтып жарқылда. Сол, бастайық, бірінші кітаптан бастайық. Ол қандай кітап? Мен атын дұрыс оқыдым ба? Дрон шоу ма? Дрон шоу, иә. Неге ол ағылшынша? Жоқ, дрон шоу деген жалпы былай айтқанда қазір ортақ қолданысқа еніп кетті ғой термин ретінде. Мысалы, бұл тақырып қоюының да өзінің себептері бар. Жалпы біз аспанға жазады ғой жаңағыдай дрон шоу. Иә. Мысалы, былтыр бізді Шымкент қала күніне қойды ғой сөйтіп. Тура сондай, бұл да бір шоудың бір түрі, атауы жалпы сипаты сондай болғанмен, бұл менің кітабымның шыққаны, бұл жақтағы, мысалы, менің романым дрон шоу деген. Ол романның негізгі мазмұны соғысқа қатысты. Қандай соғыс? Соғыс туралы. Бейбітшілік, сосын әлемдік депрессия. Бәрі соғыс. Бәрі бар. Бұл жерде енді соғыстың болып атқан кез емес, соғысқа дейінгі кезеңдер. Ал дрон шоу бұл жерде тек қана Қазақстан қоғамының, бұл жерде мен Қазақстанмен, жалпы оқиға Қазақстанда өтеді. Жаңа кейіпкерлер болады, мысалы, Дүрия мен Құрмет деген жігіт болады, кейіпкер. Бұл екеуі Алматыда Казгөде білім алатын студенттер, романда. Бұл екеуі әжесі кезінде соғыс жылында дүниеге келген. Сол соғыстан әбден соқ қалған ғой, кішкентай кезінде. Зардап шеккен. Кәдімгідей психологиялық соқ қалған. Сол соққы, сол үрей, сол қорқыныш, мына 80-ге келсе де, ол бойынан арылмаған. Ондай үрей сейілмеген. Соғыс десе кәдімгі ойбай дейді, шошып, тіпті алдында тұрған асын да жемей қоятын. Ал сол бір отбасыдағы идеологияның идеялық қарама-қайшылықтарын мен жаздым. Мысалы, сол отбасыда әжесі мен немерелері бір жақ болса, сол отбасының жаңағыдай әке-шешесі екеуі бір жақ, екеуі жаңағыдай коммунизмді аңсайтын адамдар, ал мына кісілер біреуі соғысты, коммунизмді жек көретін әже болса, ал мына екеуі тәуелсіз санадағы, тәуелсіз санада қалыптасқан жастар. Бұл жерде енді романды ашып толық оқу керек. Мен енді қазақ тілінде жаздым. Құдайға шүкір, ағылшын тіліне аударылды. Неше тілге аударып? Тек ағылшын, қазақ тілі ме, болды ма? Иә, қазіргі екі тілге. Енді ары қарай сұранысқа ие болып ары қарай жататын болса, мен толық авторлық құқығымды беріп қойдым. Енді алдағы уақытта Германия бар, Германия неміс тілінде шығарады. Уже жаймен ол процесс жүріп жатыр. Франция шығарады, мысалы. Бельгияда өзі неміс тілі көбіне. Немісше жүреді. Ұлыбритания шығарады. Жалпы бренд тілдері ғой. Әлемдік ықпалды тілдер. Испан тілдеріне аударылады енді алдағы уақытта. Бұл бастысы нарыққа ағылшын тілінде шықты. Енді Америкада шықты. Америкадан ары қарай 20 платформа. Осының бәрінде бар 20 платформа. Мына Америка бар, мына Австрия бар, Австрия тұр, Кипр тұр, Франция, Жапония. Жапонияға шықты сатылымға. Францияға шықты, Бельгияға шықты, Бразилияға да барды. Жалпы 190 мемлекетке тарады. Бұл енді былай айтқанда не серьезный нәрсе, серьезный жаңалық. Былай қуануға да болады. Бәрекелді әйтеуір қазақтан біреу шықты ғой деп. Бұл енді шығуына шықты, енді ары қарай бұның енді маркетингі бар. Маркетинг енді жүріп жатыр. Рекомендациясы, процестері әлі біраз уақыт алады. Ол 3 айда нәтиже беруі мүмкін, 6 айда беруі мүмкін. Өзіңнің жазған бірінші кітабың ба? Жоқ, бұл менің төртінші кітабым. Төртінші кітап. Уже
төртінші. Енді бұған дейін енді мен өзім ақынмын ғой. Сосын енді бұл әңгіме проза жанрында да жазып жүрген. Бұл енді көптен бері ойлап жүрген бір жоспарым еді. Себебі осы прозаны мен жазайыншы деп жүрген. Сосын енді ешкімге айтпай, үндемей, түк білмегендей, түк істемегендей жүріп, осы бір дүниені жаздым. Бұл 200 бетке жуық болады роман, 200 бет. Енді толық бір өмір, енді өзіңіз оқып шықсаңыз да. Енді мынандай сұрақ қояйыншы, адам өзі не үшін кітап оқу керек? Адам не үшін кітап оқу керек? Адам ол, былай айтқанда, айналасындағы мысалы реализмнен шаршайды. Адам реалдан шаршайды. Мысалы, мен сізді тірідей көріп шаршаймын мысалы. Мен сізді бір виртуалды көргім келеді. Сіз тірідей көргенше, мен тірідей көріп шаршаймын. Инстаграмнан сіздің аккаунтыңызды ашып, жалпы ғажайып бір өміріңізді көргім келеді, виртуалды. Ал кітап деген, бұл осы екі дүниені бір-бірімен байланыстырып, адамға бір жақсы ақпарат беретін құрал. Ал кітап, бұл адамды жақсы жаққа тәрбиелемесе, ешқандай жамандығы жоқ. Адам кітап оқу керек. Енді осыдан 8 ғасыр бұрын, 10 ғасыр бұрын кітап туралы түрліше әңгімелер айтылды, түрліше жақсы сөздер айтылды. Кітап деген жақсы нәрсе, оқысаң адам боласың, оқымасаң надан боласың деген сияқты. Ал кітап оқымаған адам, мысалы қазірінде мысалы сөз бар, ол Билл Гейтс айтқан болуы керек. Жалпы кітап оқыған адамдар смартфон телевизор көретін адамдарды кітап оқитын адамдар басқарады. Мысалы басқарады дейді. Әрине, бәлкім біз де басқаратын шығармыз. Басқарып та жүрміз былай айтқанда. Өзіміздің, мысалы мен өзім ойларым, пікірлерімді айтып жүріп, мен өзімнің бір оқырмандарым бар, өзімнің бір ортам бар, аудиториям бар. Менің сөзімді үнемі былай қадағалап, бақылап отыратын, әлеуметтік желіде жазған посттарымды үнемі жаңағыдай пост саласың, 1 минут өтпей лайк басатын адамдар да бар. Демек, бұл менің бір өзімнің ортам. Мен де сол бір әсер ете аламын. Кітап сондықтан керек. Кітап ол адам болып тұру үшін керек ол кітап. Кітап неде, Каспиде бар ма? Бұл кітап Амазонда бар, 20 не ғой жаңа? Каспиде жоқ, платформада жоқ. Біздің Қазақстанның былай айтқанда бір өкінішісі 190 мемлекет қой. Бір өкінішісі орталық Азия мемлекеттеріне келмейді. Европа, Америка, мысалы бізде Қазақстанда оқитын адамдар оны қаяқтан алады? Жоқ, Амазоннан кіріп алады, Амазоннан сатып алады. Тек Амазонда, онлайн түрде жазылғаны бар ма? Онлайн. Ол жақта жалпы әлемде электронды кітап қазір өте трендте, сұранысқа да ие. Бұл біз бірінші электронды кітабын шықты нұсқасы, ал енді заттай енді шығады. Алдағы уақытта. Каспиде шығады. Каспиде Амазонда қол жетімді. Амазонның ақшасын төлейсіз, сатып аласыз. Бір ғана принт кітаптың өзі $50 тұрады. 25 мың теңге ме? Күшті. Алыңыздар, оқыңыздар. Енді көресіздер жағдайларыңызға қарай. Енді басқа нәрсеге көшсек. Енді жақында мен бір подкастта мектепті бір не істегем, сынға алғам өзіміздің мектепті. Сол кезде маған мұғалімдер жазып, анау мынау сен өзің оқыған жерге, су ішкен жерге құдыққа түкірдің, сондай нәрселер, әңгімелер келді маған. Мен ойладым, егер олар не дейді, оларда айып болмағанда, мен ойлаймын үйтіп жазбайтын еді олар. Потому что адам, мен ойладым сол кезде өзінің айыбын жасыру үшін әр нәрсені айта береді. Өзіне сондай защита қойып. Защита қойып, мен ойладым. Мен екі класстасым маған айтып жатыр, сен не дедің, анау мынау дейді маған шығып. Мен айттым, енді қараңдар дедім өздеріңе. Сол мектепті бітірдіңдер. Не істеп жатсыңдар қазір? Поляда жүрсіңдер. Не бітірдің екеуің? Ештеңе емес. Солай ма десем, иә дейді. Бір мұғалім шықты маған, дұрыс айттың дейді маған. Бір мұғалім шығып, дұрыс айттың дейді. Мен айтқам,
короче, ол жерде мынандай тема болған. Мен айтқам, біздің мектепте әшейін сабақ болған 10 жыл алдын. Мен өзім қазір білмеймін қандай өтеді. Мен потому что мектеп бітіргеннен кейін барған емеспін өзіміздің мектепке. Сосын әңгіме болған. И қазіргі мысалы, мен болашақ несімен Америкаға барып оқып келген кісімен сөйлескенде ол нәрсені. Мектеп туралы әңгіме болған. И сен мысалы өзің жазушысың, Шымкентте бітірдің мектепті? Бәрін осы жерде бітірдім. Ал мен ауылда оқығам, шеткі ауылда. Ол мектепті, біз оқыған мектепті көрсең, ол кезде ойбой сарай еді. Кәдімгі сарай. Бұрынғы уақытта салынған мектепте. Иә, менің атам оқыған ол мектепте. Әкем емес, атам да оқыған да ол мектепте почти. Сондай мектепте мен оқығам да, и мен соны сынға алып әңгіме айтқам. И сондай дауға ұшырадым, сәл әңгімелер келіп, маған сондай болғанда. И мысалы, қалай ойлайсың, қазір мектеп системасын білесің ба? Сен қалай болып отыр? Сен өзің жазушы, кітап, по-любому сенің білімің, интеллигент, IQ жоғары. Мысалы, обычный әркімде кітап жаза алмайды ол нәрсені. Кітап жазалу деген ол, мен мысалы маған екі дәптер диктант, бақылау жұмысы жаз десе, мен жазамаймын оны, бит толтыр бәр нәрсен. А кітап жазу деген по-любому оған IQ керек, оған үлкен білім керек. Өзің мысалы сол білімнің иесі бола тұра, мысалы, қалай ойлайсың сол нәрселер мектептің нашарлығы балдарға әсер ете ме? Или әке-шеше мысалы баланы оқы деп мектепке жіберу керек па? Қалай ойлайсың оны? Бізде бұл салада өте мәселе көп. Мен мектеп саласын, білім беру саласын енді бір адамдай білем, қандай жағдайлар болып жатқан. Енді сол салада да, әлеуметтік салада да енді жұмыс істеп. Мысалы, қазіргі біздің мектеп білім беру жүйесі өте үлкен тоқырауға түсті. Оның бірден бір кесірі, бұрында бізде Сағадиев деген кісі министр болды, білім министрі. Сағадиев деген болды. Әліппені алып тастады. Иә, естігенім, әліппе кетіп қалған. Бүкіл неше уақыттан бері мектеп білім жүйесінде өтіп жатқан біраз пәнді алып тастады. Қазақ тілінде. Не масқара. Бірақ қоғамның қарсылығына қарамай, сол кісі біраз жыл министр болды. Ақырында абыройсыз кетті. Тындырған, бүлдірген шаруа жұмысы көп, бүлдіргені көп, тындырғаны жоқ. Қазір әліппе бар ма? Әліппені Асхат Аймағамбетов деген министр орнына келген. Сол кейін қайтып кіргізді оқулыққа. Міне, осыдан кейін біздің білім жүйесі мүлде басқа бағытқа кетті. Көрдіңіз ғой? Культ. Адамның, ұлттың культін алып тастайтын болсаңыз, қоғамдағы ең өзекті нәрсені алып тастайтын болсаңыз, болды. Арада вакуум болады, бос кеңістік бар, тарс етіп, бір-біріне соқтығатта болады. Мысалы, бір Битов деген бір философ бір кісі бар, соның егер әлемнен әдебиетті алып тастайтын болсақ, сақырлаған қару мен сықырлаған тиын ғана қалады. Көрдіңіз ғой? Арасын әдебиет біріктіріп тұр. Бұл жақта да сондай. Әліппені алып тастады, не болды? Надандық пайда болып шыға келді. Осыдан ол 10 шақты жыл бұрын болған оқиға. Ал енді мектептің өзіне келейік. Мәселен, мұғалім. Бізде шыны керек мұғалімдердің 80-90%-на жуығы өзің не істеп жүргенін білмейді. Өте өкініштісі сол. 20% ғана өзің шаруасын біледі. Жана шет себебі. Мынау адам ғой. Мен бұны адам қылуым керек деген міндет бар, мақсат бар. Сондықтан олар жақсы мұғалім болады. Ал жақсы мұғалімнің қай мұғалімнің жақсы екенін оқушы шешеді негізі. Оқушылар шешеді. Бағаны оқушы береді, ата-ана бермейді. Мысалы, әрқайсымыздың сыныбымызда бір мұғалім болушы еді, ол жақсы көреді. Жақсы көреді. Анапа күшті сабақ береді деп. Міне, солар жақсы мұғалімдер. Ал сен бір жағымсыз апайлар болатын, мұғалімдер болатын. Ол енді дұрыстап сабақ бермейді, үйге барып оқып келе саласыңдар дейді, сосын отырасың.
адам соған бейімделген сайын міне ең үлкен қасіреті осы. Егер сіз кезінде мектепте оқып жүрген кезде сіз қай мұғалімнің сабағында өзіңізді еркін жаңағыдай арқаңызды кеңге салып білген бәлеңізді істейтін болсаңыз, міне ең үлкен қасірет сол. Себебі неге? Ана мұғалім сізге айтады, сынып жұмысын орындамай-ақ қойыңдар, сынып жұмысын үй тапсырмасы ретінде беріп жібереді да, үйде оқып келіңдер. Ал өзі айдалаға кетеді қаңғырып. Ал сосын оқушылар сонымен сыртта жүреді, болмаса классында төбелеседі, ойнайды, бүлдіреді. Міне бұл ең үлкен қасірет. Ал егер сізге келіп сіздің бос уақытыңызды құр босқа өткізуге мұрша бермейтін мұғалім болса, ол жақсы мұғалім. Себебі неге? Сіздің мына біліміңізді қалыптастырып жатыр. Мектеп бұл фундаменталды білім беретін, сіздің іргеңізді қалыптастыратын орда. Ал ең нағыз білім сен мектепте оқығандарың дейді. Егер сен мектепте не оқып, не есінде қалды, сол нағыз білім дейді. Мен айта алмаймын, бірден есімде қалды. Ал мен мәселен мектепті 3-4-ке бітірдім. Мектепті 3-4-ке бітірдім. Оның да бір себептері бар. Себебі мен мұғалімдерді мойындаған жоқпын. Мен биттей болсам да, титтей болсам да, кішкентай болсам да, бірақ мен мұғалімдерді мен мойындаған жоқпын. Қайта мен мұғалімдермен салғыластым. Сіздің айтып отқаныңыз дұрыс емес. Сөйтеді, отыр 2 дейді, рахмет деп отыра берем. Ал мен 5 алу үшін жағымпаздарын оқыған жоқпын. Сыныпта болатын еді ғой, жаңағыдай отличниктер деп. Алдың қатарға отырады да, күнін әрең көріп жүрген сорлылар, ударниктер ортаға отырады, ал двоечниктер артта отырады. Басында мен отличник болдым. Жүрдім жаңағыдай. Мен 1-2 сыныпта мен түгел 5-ке бітірдім. 3-ші сыныпта да түгел 5-ке бітірдім. Ол кезде қызыл грамот алу деген бұл абырой ғой мектепте. Ал мен бітірдім. Ал 4-ші сыныпта осы келіп оқыдым, 4-ші сыныптан бастап ударник болдым. Себебі неге? Мен өзімнің оқыған нәрселерім, мен енді сабақтан тыста оқыдым негізі. Мен өзім 4 жасымда әріп таныдым, жазу жаздым. 4 жасымда кітап оқыдым. Ал мен сондай багажбен мен бастау сыныпқа бардым ғой. Ал ондай багажбен барған адам, барған оқушы бәрібір де өзінің қатарынан әлдеқайда озық жүреді. Ал бәлкім менде сондай болған болуым мүмкін менің өзімнің қатарымда. Ал сосын келіп, мен ақыр соңында бұл айтқанда маған мұғалімнің беріп жатқан сабағы шынында өтірік болды. Менің білетін фактілер мен оның беріп жатқан фактілер екеуі екі түрлі. Апай, негізі ол бұлай болу керек қой десем, сен маған ақыл үйретпе деп шығады. Содан 2 қояды. Ал сосын 3-ке шығасың. Міне сөйтіп 3-4-ке бітірдім. Бұл айтқанда по факту 5-ке бітірген жоқ. Ал бұл біз сияқты оқушылар қазір аз ғой негізі. Біз сияқты талапкер аз. Өзімен өзі ізденетін, өзімен өзі қызық көретін оқушы аз. Себебі мұғалім қызықтыра алмайды. Менің осы мектеп кезіндегі мына қазір қарайтын болсақ, қазір мұғалімдердің жалақысы көбейді. Бұл деген қайта адам санын көбейткенмен сапаны түсіру мүмкін. Себебі неге? Қазір мектеп бітіріп жатқандар, қазіргі университетте оқып жатқандар педагогика саласында. Бұлар сол мектепте жалақы көп қой деген ниетпен оқып жатыр. Ол ертең педагог оқиды. 100 студент оқыса, бітірсе оқуды. Соның бәрі кеткенде бір 10 ғана жұмысқа береді. Дұрыс қой, мұғалімнің ақшасы негізі бұрын вообще еді ғой, андай 80 мың, 60 мың ештеңе бермейді. Бірақ сол кісілер жақсы ғой негізі қазір асқаны там. Қазір жақсы. Бірақ сол кездері, мысалы, бұрында жалақысы аз болған кезде баланс болды, стандарт болды. Мұғалімдер шынында бір балаға бір жан ашитын болды, оқысын деп та. Талай, мысалы, біз жетістікке жеттік мектеп кезінде. Талай жарыстарға бардық, олимпиадаға бардық. Сөзін бөлдім. Наоборот болмай ма, мысалы, үкімет маған сонша ақша беріп жатыр. Мен 300 мың, 400 мың, 500 мың айлық алып жатырмын. Енді соған
ответ беруім керек деген сияқты сол нәрсені жауап мен мысалы ответственный маған сонша ақша беріп жатыр маған сеніп дегендей сөйтіп сабақ беруім мен айлық көбейгеннен кейін. Бұндай идеология, бұндай түсінік енді қалыптасады. Алдағы 10-15 жылда қалыптасады. Бұл қазір біз қызған шақта тұрмыз. Бұл әлі суу керек, өзінің жаңағыдай денесіне қалпына келу керек бұл процесс. Бұл қазір абсурдтық кезеңде тұрмыз біз. Жалақын көтеріп тастадық. Ал енді біз мұғалімдерден не талап етеміз? Білім сапасын ба? Білім сапасын талап еткенмен ол саған ешқандай нәтиже көрсете алмайды. Ол 100% гарантия. Не үшін ол? Себебі неге? Өйткені сіз осы уақытқа дейін жалақыңыз төмен, өзіңізді әбден анандай жеп тастағансыз, өзіңізді еркінен жібергенсіз, сізге уже пофиг, сізге бәрібір, әшейін келсем, айлығымды алсам, келіп кетсем, әйтеуір кешікпей кетсем деген сияқты, сондай немен әбден үйреніп қалғансыз, сол өзіңіздің қойып алған графигіңізге, жүйеңізге. Жалпы білім саласы сондай. Жемқорлық қаптаған сала, директордан бастап, завушы бар, басқасы бар. Бұл айтқанда жемқорлыққа бәрінің қатысы бар. Сыбайластар. Талай шықты Түркістан облысынан деп. Шығып жатыр. Егер сәл тереңдеу қопаратын болсаңыз, мысалы, Түркістан облысында, Шымкент қаласында қанша білім беру мекемесі бар, соның бәрінен жемқорлық фактілері анықталуы мүмкін. Бәрінен. Бірақ біз оның бәрін емес, әйтеуір бір бөлігін ғана анықтап зерттеп. Тек последний ұсталып отыр ғой, бұл тек ең соңғы кішкентай адамдар ұсталып отыр негізі. Бірден бір білім сапасының төмендеуіне жемқорлық кінәлі. Жемқорлық. Енді мектепте жемқорлық жоқ қой. Бар, неге жоқ? Қалай жас бала оқушылар қалай ол жемқорлық істей алады? Оқушылардан уборкаға деп ақша жинау жемқорлық емес пе? Оған беріліп жатқан нәрсе ғой. Ана ауланың жаңағыдай талдың түбінің әктеуі бар, басқасы бар, әг аламыз дейді, мектепті краскілейміз дейді, реттейміз дейді. Қазір жоқ шығарлық нәрсе. Кешіріңіз, мектепте архив деген кабинет бар, білесіз ғой? Документтерді сақтайды. Бүкіл ақша айналымдар сол архивте жүреді. Жоқ, қазір де бар ма? Ремонтқа ақша жинау? Бар. Қазір де бар. Ремонтқа ақша жинау. Мен ойлаппын, уже қойған шығар енді. Ремонтқа ақша жинау, бухгалтер мен директордың оның ортасындағы орынбасардың ең жаңағыдай ақылдасатын, бас қосатын кабинеті ол архив. Архив деген кабинет. Бүкіл ақшаны да сол жерде істейді, бүкіл проблеманы да, шаруаны да сол жерде тындырады, сол архивтен. Ол кешіріңіз, ол мектепте ол тұнып тұрған нәрсе. Көріп жатамыз, мысалы, қазір не бар? Мұғалімдегі тест бекітіп қойған. Квал тест деген. Сіз кез келген педагог студент бірінші квал тестті тапсырады. Сол квал тесттен шектік балдан асқаннан кейін сіз осы диплом аласыз. Сол квал тестпен ертең сіз жұмысқа тұруға да мүмкіндік аласыз. Ал енді квал тест пайда болды, ал сен ана штатқа беретін, жұмысыңа беретін, директорға беретін ақшаны наяққа бересің. Ақша көбейді. Бұрын 1,5 миллион теңге болса, қазір 2,5 миллион теңге болды. Неге? 2,5 миллион теңге берсеңіз, сіздің ана квал тестіңізді толық өздері істейді да, өздері жауып бір бәле қылды. Сосын сіз жұмысқа алады. Ал 2,5 миллион жалақы көбейген сайын пара да көбейіп жатыр. Пара мөлшері де. Қазір мұғалімдер орташа есеппен 300 мың теңге алса, ал қазір 3 миллионға шығып кетті параның өзі. Мектепке кіру. Мектепте леви жасайтын, басшылық үшін леви жасайтын мүмкіндіктер өте көп. Бірінші, сіздің қызметкерлеріңіз алып жатқан қағаз бар ғой, кәдімгі А4 қағаз, ақпарат. Содан бір жейді, дәптер үшкіден бір жейді. Мысалы, сіз бір мектепке бардыңыз, өзіңіз мектебіңізге бардыңыз, іште туалет бар ғой. Егер туалетіңіз сасып жатса, демек ол жемқорлықтың иісі. Мектептің дәретханасы сасса, ол жемқорлықтың иісі. Бізде опырылып кеткен еді. Егер сіз сол жақтан қағаз көрмедіңіз ба, ол жемқорлықтың иісі. Жоқ, вообще. Жемқорлықтың белгісі, көрінісі. Туалетте бумага деген нәрсе көрмегеннен ғой. Көрдіңіз ғой. Міне, бұның барлығы жемқорлықтың кесірі. Егер сол жемқорлық болмаса, ана директор жемесе, дәретханада қағаз тұратын еді. Дұрыс па? Ал жемқорлық болмаса, дәретхана сасымайтын еді.
міне осының барлығы жемқорлық болмаса бала тупой болып өспейтін еді. Қазір мектептегі кез келген оқушының алып қарайтын болса базалық білім жоқ. Иә, бәрі енді Базалық білім ChatGPT болып кетті. жоқ. ChatGPT-дің негізі пайдасы өте көп. Ол білім берудің, іргелі білім берудің мысалда бір шешілмей жатқан мәселелерді шешіп беретін негізі жүйе бұл. Ал бұл қайта оқушының мысалы бір жыл ізденіп жетістікке жететін бір жұмыс болатын болса, ал оны бір-ақ сағатта істеп береді. Көрдіңіз ғой, сіз бір жыл еңбектеніп, маңдай теріңізді меріп болып жетістікке жетесіз, осы уақытқа дейін. Ал қазір бір жылдық жетістігіңізді осы бір-ақ сағатта істеп тастайсыз. Бұл себебі сізді дамудың, мысалы сіз 10 жылда адам болып қалыптасаңыз, ол сізді бір жылда қалыптастырып шығарады. Мектепке мүмкіндігі өте көп. Не мынандай, бұрын форма мектептегі, қазір де бар ғой. Мен енді ойлап жатырмын да сол нәрсені. Біз мектеп кезде оқып жүргенде енді жиналыс болды, не дейді, линейка ма? Сондай болатын еді. И форма әңгіме, короче. Мына форма кимегенді ортаға шығарады сонша адамның алдында. Сен неге форма кимедің деп. Анау бейшара қызыл болып қанша 500-400 адам қарап тұр оған. И может ешкім ойламай ма деймін да сол кезде, оның мысалы жағдайы жоқ шығар, бір көйлек бар, бүгін жуды, мысалы кір болып қалды, ертең бір күн кимейді, оны ойламайды. И мен сол кезде мені шығарды бүйтіп, сен шық деді, осылай киініп келіңдер деді да. И мен ол кезде қуанғам, мені шығар, мақтап. И қазір ойлап қарасам, вообще тупизм екен деп жатырмын да. Ол біреуді бүйтіп шығартып, қызартып, оны позорын шығарып, екінші адамды шығарып жатыр да, и оны мақтап жатыр. Оған қанша удар болады, мысалы, детский травма дейді. Мынау травманың травмасы ғой анау деп жатыр. Қазір ойлап жатырмын да ол нәрсе. Ол кезде жас болғанбыз, білмейміз, ол бізді мақтап жатыр. Қазір мысалы сол кезде мен мектеп оқып келген кезде сәл кешіксе оқушы, сәл кешіксе болды 5-6 минут кешігеді, и сол кезде бүйтіп бүкіл адамның қасында көрсетеді да, осыларды позорын шығарып, ананы қызартып, осылар кешігіп келген, неге бүйтесіңдер, неге үйтесіңдер. Ешкімді бүйтіп, мысалы, психология кабинеті болатын еді да. Мен мектепті бітіріп біліппін. Психолог оқушымен сөйлейтінін. Мен мектепті бітіріп уже мен білмейтін екен, біздің мектепте мысалы психолог оқушымен отырып сөйлеуін білмейтін екен мен. Әйтеуір бір апайлар жүретін еді халат киіп. Соларды білемін мен. И сол кезде ешқандай психолог келіп оқушыны отырғызып, неге сен кешіктің, формаң неге жоқ деп, мысалы, мен естіген емеспін. Может, істеген шығар, бірақ мен сенбеймін ол нәрсеге. Істеді ма? До того сондай нәрсе, қазір ол нәрсе кеткен ба білмеймін, бірақ оған көз қарасы білмеймін, қалай болу керек. Бұл әлі де кетпейді. Себебі неге? Жаңағы линейка жасап, барлығын оқушылар ортаға шығарып қойып, бір бұзақыны ортаға шығарып қойып, соны масқаралау. Бұл бұрынғы пионерство ғой. Пионер ғой, мысалы, бұрында сіз Совет одағы кезінде мектепте пионер боласыз. Тәртіпті болсаңыз, жақсы оқысаңыз, пионерлік құрамға ілігесіз. Сосын мектептің бір активисті болып жүресіз, одан кейін комсомол боласыз, сосын таза ярый коммунист болып шығасыз. Бұл да сол нәрсе. Сол нәрсені қап кеткен. Мектепте жаңағыдай шығарып алып, бір сіз сияқты жаңағыдай ақ көйлек, қара шалбар киіп келген оқушыны лидер қылып көрсетіп, ананы жаңағыдай масқаралау, бұл айтқанда адамның құқығын аяққа таптау. Бір жасар баланың да өзінің құқығы бар. Дұрыс қой. Өмірге жаңа келген сәбидің де құқығы бар. Себебі неге? Сіз өмірге бала келгеннен кейін сіз оның кіндігін кесесіз, сосын оны құндаққа орайсыз. Демек, оның құқығы ол. Сіз соны істеуіңіз керек. Ал бұл жағдай, бұны істеген, бұны әлі күнге істеп келе жатқан адамдардың санасы әлі емделген жоқ, санасы өзгерген жоқ. Ол директор болуы мүмкін, педагог. Сол мектептің директоры, сонда линейка жасап, масқаралап атқан. Завуч болуы мүмкін, тәрбиесі жөніндегі, оқушы жөніндегі. Бұл сол кісілердің кінәсі.
Бұлар сол нәрсені түсіне алмады. Демек, проблема әлі 30-40 жылда шешіле қоймайды біздің қазақ қоғамындағы проблема. Біздің қазіргі мына қазақ қоғамындағы ушығып жатқан мәселелер өте көп. Діни мәселе өте көп, мысалы. Діни ахуал өте төмендеп кетті. Мәдениет, жалпы қоғамдық мәдениет әлі қалыптасқан жоқ. Қоғамдық иммунитет қалыптасқан жоқ. Қоғамдық иммунитет дегеніміз не ол? Ол сен былай айтқанда сасымай жүру. Сен бір қоғамдық ортаға шығасың. Сен қолтығың сасымау керек. Қоғамдық иммунитеттің бір түрі ол да. Гигиена бұл да. Содан кейін сен айналаға сен просто өзіңнен жағымсыз иіспен сен біреулердің мазасын алмауың керек. Тісіңді уақытылы жуып жүруің керек. Бұның барлығы келгенде бұл біздің қоғамның бір несі, ұстаным болу керек негізі. Қоғамдық гигиена деген осы нәрсе. Сен демек бір көпшілік ортаға шыққан кезде жақсы киім киюің керек, үстінен бір жақсы иіс шығып жүру керек, жұпараңқып. Жақсы киім, аяқ киім киюің керек, шаш үлгің дұрыс болу керек. Сонда ғана сен бір қоғамның бөлшегі ретінде өзіңді санай аласың. Ал бұның барлығы қазір қоғамда қылмыс, біздің қазір 2 күннің бірінде қылмыс. Бүкіл ақпараттарды ашатын болсаңыз, қылмыс. Демек, ақпарат бетіне шығып жатқан 2 қылмыс болса, ал ар жағында көлеңкеде қалып қойған 200 қылмыс бар күніне болып жатқан Қазақстан бойынша. Енді масқара ғой бұл деген. Бұның барлығы келгенде мектептің дұрыс қалыптаспауында. Бала мектепте білім алмай, көшенің тәрбиесін алып жүру деген өте масқара нәрсе. Масқара. Қазір кез келген мектеп оқушыларын алып қарасаңыз да, бір-бірімен боқтап сөйлеседі. Бірақ қазір біздің мектеп білім беру жүйесі балалардың іргесін әлі күнге дұрыс қалап жатқан жоқ. Трагедия бұл. Бізде қазір бандит қоғам бізде. Мектеп жасынан жаңағыда айтып жатырмыз, бір-біріне боқтау өседі. Демек, мектеп тәрбиелей алмаған адамды көше тәрбиелеп жатыр. Көшедегі анандай қолынан боқта келмейтін братандар тәрбиелеп жатыр. Ал демек, біз мына түрменің жаргондарын осы бір еркін ортада, бостандықта түрменің жаргондарын қолданып жүрген жүрміз ғой. Бұл енді өте үлкен жеңіліс. Демек, біз үлкен түрмеге айналдық деген сөз. Біз түрменің жаргондарын қолданып жүрміз. Демек, біз үлкен түрмеге айналдық. Енді бір жақтан емес, 2 жақтан болу керек қой, по-любому әке-шешеде, мұғалімде, мектеп 2 жақтан болу керек қой, по-любому, дұрыс па? Мысалы айтады, ет сізге сүйегі маған дейді. Мысалы ата-ана барады ғой, мұғалімге тапсырған кезде, баламның ет сізге сүйегі маған дейді. Болды. О кез келген адам түсінеді, кез келген педагог түсінеді. Демек, балаға дұрыстап сабақ беру керек. Үш жерде мен бір оқиға айтып берейінші. Бұрын Османский империя бар ғой. Соның бір патшасының баласы мұғалім тыңдамайды екен да. Менің әкем патша, король, мен мұғалімді тыңдаймын ба дейді екен. Кейін мұғалім ұстазы неге барып, патшаға барып шағымданыпты. Балаңыз мен тыңдамайды, мен сенбейді. Мен оған қалай сабақ берем десе, патша айтыпты, ертең сабағыңа мен кірем. Мен кірген кезде маған ұрыс. Неге сен мен сабағыма рұқсатсыз кіресің деп маған ұрыс дейді. Болды дейді, екеуі келіседі, ертесіне сабақ, баласына сабақ өтіп отқанда патша кіріп келеді сабаққа. Ұстаз, кешірім сұрайым, сабағыңызға кірдім дейді да, ана ұстаз тұрып патшаны бір шапалақ түсіреді. Кешіріңіз деп, патша ол Османский империяның патшасы ол. Мұғалімге кешіріңіз деп шығып кетеді. И содан кейін бала ойланып қалады ғой. Бұл мұғалім мен әкеме патшаға қол көтерді. Ал мен не істемейді деп содан кейін оқыған екен ғой. Сол бала Константинопольді алған. Мехмет Фатх. Сондай бала шыққан екен да. Сол оқиғаны мен естігенде таң қалған едім. Бізді базар жоқ, конкретно ұратын еді.
шапалақпен. Бұрында әке шешеміз біз ұрсатын болса, қазір барып мұғалімді ұратын Иә, болса. мұғалімді ұрсады. Демек бұл жерде баланс жоқ. Бұл жерде жаңадай арадан біз ең бір өзекті нәрсені алып тастадық қой. Ол не? Не нәрсе ол? Ол бұл жерде құрмет. Құрметсіздік. Мысалы, баланың өзі отбасында ата-анасының айтып жатқан өсегін тыңдайды. Әкесі шығады, ой, анау президент деген мынау шенеунік деген анау депутат мынау бір жақсы нәрсе айтпайды. Ал бұл бәлкім бала өскенде депутат боламын деп жүрген, болуды армандап жүрген адам шығар. Ол әкесінен сол нәрсені естиді. Одан жиіркенеді. Дұрыс па бала? Сөйтеді ол дәрігер болуды армандайды мысалы бала. Бірақ отбасында шешесі сол дәрігерлерді жамандап отыр. Дәрігер болудан жиіріп кетеді. Ол ертең, мысалы, мен отанымды қорғаймын, болмаса бір әскери адам боламын, бір полицей боламын, халқымды қорғаймын деп бала армандауы мүмкін. Бірақ әкесі келеді да менттер анау, менттер мынау деп жамандайды. Міне бала өзінің болашағын бағдарлаудан қалады. Өйткені отбасыда дұрыс әңгіме жоқ. Осыған қоса өтейін. Біздің ауылда мен барғанда былтыр 11 класс бітіріп жатқандардан сұрадым. Неге оқисың десем, білмеймін, бірдеңе кіре саламын дейді. Білмейді. Оқуды бітіріп жатыр, 11 класс бітіріп жатыр, әлі білмейді. Не оқуға кіресің десем, білмеймін, әйтеуір жоқ, қалаға кетсем. Мақсат жоқ. Көрдіңіз ғой? Мақсатсыз, бірақ біз Құдайға шүкір мақсатпен өстік. Мен ертең қырам, жоям деп мысалы да, мен осы өз саламда атақты болам, үлкен жазушы болам, абыройлы адам болам деп мақсатпен өстік. Ертең мен кітап жазамын, ертең мен айтар ел жұртқа осылай мен өзімнің өнімімді, өзімнің насихатымды, адамгершілігімді көрсеткім келеді деп, сол мақсатпен өстік. Міне жетіп келе жатырмыз, кітапта жазып жатырмыз, әңгімемізді, сөзімізді айтып жатырмыз, жол бағдарды беріп жатырмыз, қолдан келгенше көмектесіп те жатырмыз. Міне бұл біздің мақсатпен өскендігіміз де. Ал әлгі мақсатсыз өскен адам, ол ертең кез келген уақытта аяқ асты шешім қабылдай салады. Мен сізге бір бұл несін айтайын. Мысалы, не оқитын білмейтін адам, ол баратта біреуге пара береді, жаңағыдай біреудің грантын тартып ала салады. Стипендия үшін оқиды сөйтіп. 4 жыл оқиды. Ол сабаққа да бармауы мүмкін. Баратта жаңағы ақшамен аузын жабады. Қазір көріңіз, кез келген оқу орнында сондай. Ондай бір 99% деп айта аламын мен. Баратта сосын бітіреді оқуын. Бітіргеннен кейін дипломын алады да бұрышқа лақтырады. Демек ол өзін сыйламағандық қой, өзін құрметтемегендік. Демек ол өзін адам ретінде емес, өзін бір қандай да бір хайуан ретінде. Жоқ, мынандай емес па? Мысалы, қара, ол нәрсені қойып беріп отыр ғой соған. Мысалы, любой өсіп жатқан балада, мектепті бітіріп жатқан бала, сенім бар. Мен ақшамен кіре аламын деген сенім бар ғой. Соны істеп жатқан университеттің өзі емес па? Отбасыдағы ата-ананың өсегі жаңағы. Бала соның бәрін естіп өскеннен кейін мен соны салдары ғой жаңа біз айтып жатқанымыз. Мен себебін айтайын. Жаңағы отбасыда ата-ана қандай өсек айтты, бала соны қабылдайды. Бала сөйтіп қалыптасады. Сол отбасыдан ол кәдімгі екі қойың бір сомға өседі. Сөйтеді де болды, ақша беріп оқи салам деген сол неге шешімге келеді. Енді қара, ол әке-шеше қаяқтан алады? Олар да университет кінәлі емес па соған? Әке-шеше де біледі ғой енді соны. Университет егер сол нәрсені системаға салмаса, ол нәрсені алып тастаса, әке-шеше де үйге барып ол нәрсені айтпайды ғой. Бір құмалақ бір қарынмай шірітеді. Міне, отбасыда осындай әңгіме айтып отыр ма? Отбасыдағы әңгіме ол сырттан келген әңгіме. Міне, сырттан келіп отыр. Сырттан әкеліп балаға, кәдімгі айтқанда балаға сол ақпаратты миына сіңіріп отыр. Ол ата-ананың өзі түсінбеуі мүмкін. Ол сол шай ішіп отырып, ненің басында, столдың басындағы әңгіме деп қабылдауы мүмкін. Бірақ оның бәрін бала сіңіріп жатыр ғой, өзіне қабылдап жатыр. Ал енді университеттегі жемқорлық, оқу орындардағы жемқорлық, басқа жақтағы жемқорлықтың барлығы. Бұл жалпы айтқанда түймедей нәрседен түйедей болған дүниелер. Ол адами фактор бұл жерде. Адами факторсыз қоғам қалыптаспайды.
адами фактор бар кезде, адам бар кезде обязательно проблема болады. И мен ана күн тиктокта бір видео көріп қалдым. Бір қыз жылап мамасына звондап отыр да. Ана эмоциясын ұстай алмай жатыр ана қыз. Дүниеде рекорд қойыпты айлыстан, ағылшын тілден. Егін көрген болсам. 9. Иә, рекорд қойыпты. Дүниеде әлі ондай бал жинамаған екен ешкім. Енді бәрі позитив жазса керек деп комментария кіріп қалсам, соған да негатив андай. Не дейді бір бала жазыпты. Ойбай, мен қыздығын алдым ма деп ойлаппын. Анау мен сен қарасай, анау не деп жатыр? Бір дүниеде істемеген нәрсені бір қазақтың қызы шығып, қазақтың атын бүкіл дүниеге танытып отқан адамға үйсіп жазғанға мен вообще не айтарым білмей қалдым анаған. Бұл азғындық деген сөз. Мен сізге айтайын. Азып тозған қоғам, бұл иммунитеті түскен адам, мысалы, адамның иммунитеті түсетін болса, бүкіл ауруды өзіне тез қабылдайды. Тез ауырып қалады. Қоғамның иммунитеті түсіп кетті. Міне не болып отыр? Бізде 4,5 мыңнан аса секта бар қазір Қазақстанда. 4,5 мыңнан аса. Бір ғана діннің бағытында. Одан басқа қанша дін бар ғой? Христиан діні бар, басқа діндер бар. Олардан келіп жатқан қанша мыңдаған секта бар. 10 мыңнан асып кетеді секта. Біздің қоғамдық иммунитеттің төмендігі. Ал ол кезде, жаңа біз айтып тұрмыз, жаңа астында комментарий жазған. Міне сондай надандар көп бізде. Бізде қайта қуанбайды. Бізге біреудің сүрінгені, біреудің жылағаны, болмаса біреудің бүлінгені күлкілі. Біз қазір, мысалы, бізді ән десе, біз тойдың әндерін айтамыз. Мына керемет ән екен, керемет шығарма екен. Ақын десе, сол хит болып жатқан әндердің текстін жазған ақындарды айтамыз. Мына керемет ақын екен деп. Ал біз Мұхтар Шаханов сияқты, болмаса осы қазақтың маңдайына біткен, қазақтың болашағына алаңдаған ақын жазушыларды айта алмаймыз біз. Кімдерді білесің деген кезде. Ал жаңағыдай, мысалы, біз осы қазақ медицинасына еңбек сіңірген дәрігерлерді білмейміз. Вообще білмеймін мен. Мен сізге айтайын, Серік Ақшолақов деген кісі бар. Нейрохирург. Әлемдегі ең мықты нейрохирургтердің бірі. Бір 12 адам болса, соның біреуі. Тірі ма? Қазір тірі. Оны танымайды. Бірақ кез келген миында опухолі бар, ісігі бар адам, сол кісінің көмегіне барып жүгінеді. Бізде тағы қаншама не бар, мысалы, Абылай Донбай деген ағамыз бар. Адамның ағзасын ауыстырады. Ол кісі кәдімгі екі туыстық ағза ауыстырады. Екі адам жатады, біреуі жаңағыдай донорға зәру адам, біреуі соның бауыры, екеуінің ағзасын тірідей ауыстырады. Ол әлемде санаулы хирургтардың бірі. Қазақстанда жүр осы, Қазақстанда, Шымкентте өмір сүреді. Бәрі Ташкентке барады ғой. Соны білмейді, соны білмейміз. Демек, бізде жаңағыдай сауат жоқ қой әлі. Біз жаңағы қызды мысалы қорлап отырмыз. Ағылшын тілінен IELTS-тан 9 балл алған қызды. Дүние жүзінде рекорд қойған. Иә, қыздығынан айырылып қалған ба деп ойладым деген. Не масқара? Соны мен вообще... Міне біздің көрсеткішіміз осы. Бір ғана адамның пікірі, бұл миллиондаған адамның лайк жинаған ғой ана комментарий. Көрдің ғой? Миллиондаған аудиторияның пікірі, көзқарасы. Еще ол лайк жинаған болса сол комментарий. Мүлдем масқара. Проблема бар деген сөз бізде. Проблема өте көп. Өйткені біз азып тозған, азғын ортаға айналып баратырмыз. Ал құзғын деген ең жаман нәрсе. Құзғын өлік жейді ғой. Енді біздің өлік жеуіміз ғана қалды енді. Иә, сонымен енді жабайық бұл теманы. Сөйлетілім алаңдама, тартынба, найзағайдай шындықты айтып жарқылда.